Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан сникерс пирогының рецептімен бөлісемін. Өте әдемі шықты және бір жасағаннан шығады. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Мен барлық заттарды төменге жазып қалдыратын боламын. Міндетті түрде мөлшермен жасаңыздар. Сонда біздің пирогымыз өте дәмді болып шығатын болады. Мен барлық заттарды алдын ала өлшеп алдым. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, какао, разрыхлитель, шекер және сары май қажет болады. Ең алдымен үлкен ыдысымызға біз қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін құрғақ заттарымызды алып, сары майменен бір келкі крошка болғанша үгітіп аламыз. Ұнды мен електен өткіздім. Ұн, какао және разрыхлительді салып, електен өткізіп, осылай сары майменен барлығын араластырып алдым. Сосын жұмыртқамызды салып, бір келкі масса болғанша қамыр елейміз. Дәл осындай өте әдемі қамыр шығады. Біз оны жарты сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Сосын біз салмасын дайындаймыз. Барлық қоспаларымызды төменге жазып қалдырдым. Қаймақ, шекер, жұмыртқамыз және творогты салып, блендердің көмегімен немесе дәл осылай күрекшенің көмегімен бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Міне біздің салмамыз дайын. Енді мұздатқыштағы қамырымызды алып екі бөлікке бөліп аламыз. Сосын формамызға осылай жайғастырып аламыз. Мендегі форманың размері 26. Вилканың көмегімен осылай тегістеп шықсаңыздар бір келкі болып шығатын болады. Және біз вилкаменен қамырды тесіп алып, үстіне салмасын саламыз. Бір келкі етіп бетін тегістеп алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Және салқындатуға қойып қоямыз. Және сосын формадан шешіп алмайтын боламыз. Су салқындағанша. Және ганажын дайындаймыз. Ол үшін сары май, шоколад, сосын орехты араластырамыз. Сосын пирогымызға салқындаған пирогтың үстінен ганажымызды құямыз. Бір келкі етіп жайып аламыз. Сосын мұздатқышқа және жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы өте оңай әрі аз уақытты алады. Және өте керемет, қонақ күткенге де қойсаңыздар болады. Дастарханыңыздың сәні болатын болады. Міне біздің сникерс пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Және видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын!